Ассалаумағалейкум жігіттер. Қазір сендерге антикурстың бір сабағын тегін бермекшімін. Көп жігіттер сұрады, өтінді. Бұл сабақта қыздарға ұнайтын жігіт жайлы, еркек пен әйелдің физиологиясының айырмашылығы жайлы, еркек пен әйелдің тәнінің айырмашылығы жайлы, мына ерлерден иістің шығуы, феромон деген нәрсе бар, сол туралы, жалпы гормондар мен тестостерон жайлы бір мықты сабақты тегін бермекшімін. Бұл сабақ ұзақ тұрмайды, ашық доступта, сондықтан көріп пайдаға асырыңдар. Және бұл курстың 5 қана пайызы ғана, сондықтан пайдалы болсын деген ниет. Қыздарға ұнайтын жігіттің формуласы деген тақырып. Негізі бұндай бір керемет формула жоқ, бірақ бұны біз өз қолымыздан жасадық, бұл формуланы. Бұл формулаға тоқтамас бұрын бір айта кететін нәрсе бар. Бірінші, біз әйел мен еркектің физиологиясын бірінші түсініп алу керекпіз. Біз бәріміз жаңағы рухани әлемге қазір көп беріліп кеткенбіз. Қыздың сезімі, біздің сезім бар ма, жоқ па, маған ұнайды, ұнамайды деген нәрсені көп айтамыз да, бірақ біздің физиологиямыз, денеміз, тәніміздің мәселелерін толық білмейміз. Осыны білмегеннен кейін де көп, осы екеуін балансты ұстай алмағаннан кейін, жан мен тәннің екеуін балансты ұстай алмағаннан кейін, бізде көп проблемалар болып жатады. Сондықтан екеуін балансты ұстап үйрену үшін біз бірінші біздің өзіміздің тәніміздің физиологиямызды білу керекпіз. Физиология білу керек деген кезде еркек пен әйелдің физиологиясы ол анық қой, көрініп тұр. Яғни еркекте бар нәрсе әйелде жоқ, әйелде бар нәрсе еркекте жоқ. Денеміз, бітімімізде да, біздің гормонал фонымыз да әртүрлі. Енді осы біздің дене бітіміміз қалай жаратқан болса, біз сондай болу керекпіз. Мысалға айтқанда, еркек адамда, мысалы бізде не бар? Бізде енді член бар, орысша айтқанда. Осы член тұратын болса, бұл пайдалы болады да. Бұл осы қызметі негізі осындай да, тұрмаса ол импотент, уже ол бір ходячий адам болады да, негізі еркек адам ше. Яғни сондықтан бұл тұрып тұру, еркек адамда эрекцияның болуы, ол өте маңызды, Демек, еркек адамда тұрып тұрса, еркек адамның тұрып тұр деген нәрсесі ол қатайды ғой, қатты болып тұр деген нәрсе, твердый деген нәрсе. Енді еркек адамның мінезі де осындай болу керек екен, негізі. Твердый болу керек та. Әйел адам сияқты жылай салып, көңіліне ала салып, мұңайып, енді біз сондаймыз ғой, негізі біз солай тәрбиеледі, біз сондаймыз. Өйткені біздің ішіп атқанымыз, көріп атқанымыз бәрі бізге солай әсер етіп жатыр, өкінішке орай. Сондықтан бұрынғы еркектерді, бұрынғы мужественный бір киноларды, батырлардың киносын, хандардың, біздің қазақтың киноларында өзін қарасаңыз, еркек адам өте қатты ғой, дөрекі сөйлей салады, айта салады, қатты көңіліне қарап, бүйтіп қалды, сөйтіп қалды деп, біз сияқты ондай көңілшілік жоқ та. Көркем мінезбен шатастырмау керек, бұл басқа нәрсе. Яғни еркек адам сәл қаттылау болу керек екен, жорсткі болу керек екен да. Яғни оның табиғаты не екен? Қатайып тұр деген сияқты біздің табиғатымыз, біздің жан тәнімізде осындай қаттылау болу керек екен негізі. Жұмсақ ол еркектікке жараспайды. Жұмсақ болсақ, біз жатып тұрған жағдайда бізде ол қатты пайдасы жоқ. Әйел адамда қалай? Әйел адамның функциясы гибкий болу екен да. Әйел адамның енді жаңағы бізде енді член болса, әйел адамда не бар? Клитор бар, вагина бар мысалға. Енді әйел адамның клиторы қалай жаратылғанда? Әйел адамның клиторы жұмсақ болып былжырап тұрса, еркек адам оған спокойно кіреді, бірақ не болады? Еркек адам ләззат алмайды, әйел де адам ләззат алмайды. Яғни әйел адам өте жұмсақ болып бір ашылып жайылып кетсе, тоже болмайды да. Тура сол сияқты әйел адам еркек сияқты қатты болып қалса, яғни оның клиторы өте қатты, әйел адам напряженный денесі қатты болатын болса, не болады? Еркек адам оған кіре алмайды да. Мен қазір секс туралы айтып отырмын, бірақ негізі физиология туралы айтып отырмын да. Яғни еркек адам әйелге кіре алмайды. Егер әйел адамда еркек сияқты қатты болса, демек әйел адам қандай болу керек? Әйел адам гибкий болу керек та. Подстраиваться ете алатын болу керек та. Яғни еркек адам қандай болса, әйел адам соған подстраиваться ете алу керек, соған икемдене алу керек та. Яғни әйел адам қатты жұмсақ та болмайды, әйел адам қатып та қалмау керек. Әйел адам ортасында болу керек. Яғни гибкий. Еркек адам ұрысқан кезде әйел адам соның жаңағы жолын тауып сол жерде шығып кете алатындай жағдайда болу керек та. Десе, мә деп қырылып тұрса, ол қатты әйел деген сөз. Или мынау ұрысқан кезде мынау жылай салып, мыжылып, езіліп қалса, ол жұмсақ болып кетіп жүр деген сөз. Яғни табиғаты гибкий болу. Мынау ұрысқан кезде бұл еркелей алады, жаңағыдай жұбата алады. Мынау мұңайып, қиналған кезде мынау не істейді? Кішкене қатты болып, мынаған ақыл айтып, мынаның мотивациясын көтере алатындай болу керек та. Яғни бұл біздің физиологиямыз осындай болу керек екен да. Бізді осылай жаратқан, біз осы қалпымызды түсіну керекпіз. Сондықтан біз еркек адам қаттылау болу керекпіз, кішкене мықты болу керекпіз. Әйел адам гибкий болу керек та. Жұмсақ та болмайды, қатты да болмайды, гибкий, ортасында болу керек. Бұны не үшін айтып отырмыз? Бұл біздің тәніміз, осыны жақсылап түсініп алу керекпіз. Біздің денеміздің функциясын түсініп алу керекпіз. Одан кейін барып жаңағы рухани әлемге біз өтеміз. Маған ұнайды, ұнамайды, сүйем, сүймеймін, аманат, қиянат деген нәрсе одан кейін басталады. Бірінші тәннің мәселесі. Тәннің мәселесі түсінікті болды деп ойлаймын. Өйткені біз өзіміздің функциямызды білеміз, денемізді, әйел адам өз функциясын білу керек. Енді бұл сабақта әйел адамдар көрмейді ғой, қыздар. Сондықтан сіздер
қыздарға айтуға болады, қызып жүрген қызыңа осы нәрсені түсіндіруге болады. Және өзің де біліп жүру керексің да. Егер әйел адам қатты болып ана жерде сенімен қырылып жүріліп тұрса, ол әйел адам не істеп тұр, өз табиғатына қарсы шығып тұрған сөз. Немесе жылай салып, түкке әлі келмей жаңағыдай бір қатты мүләйімсіп сүмірейіп қалса, ол да әйел адам өз табиғатын дұрыс қолдана алмай жатыр деген сөз да. Яғни алтын ортасын білу керек. Бізде де қатты бол деген қатайып, шіреніп қалып, бәріне қас қабағыңды түйіп жүру деген нәрсе емес қой. Бізде де керек жерде, яғни күлеміз, керек жерде жылай да аламыз, керек жерде біз не істейміз, әлсізде бола алуымыз керек. Бұның бәрі баланс енді. Бұл физиологияны да просто бір бетін айтып кеттім сіздерге. Просто біліп жүру үшін. Физиологияны айттық, енді мынандай нәрсе бар. 99% жігіттер бар, еркектер әлемде, и 1% еркектер бар. Яғни осы екеуінің айырмашылығы не десе, мына 1% еркектер үнемі не істейді? Дамып отырады екен да. Бірдеңе үйреніп отырады, бірдеңені біліп отырады, ақпараттарды қарап отырады, пайдалы ақпараттарды. Денесін дамытып отырады, яғни спортпен айналысып отырады, біліп отырады да, яғни не шығып жатыр, не болып жатыр, не нәрсе қазір әлемде болайын деп жатыр деген сияқты ақпаратты алдын ала біліп жүретін адамдар да, яғни осы ақпаратты білгеннен кейін олар не істейді? Қолданады өмірінде. Жай ғана біліп, әңгіме қылып, бір жерде ақылды болып көрінгісі келіп отыратын адамдар емес, білген нәрсесін қолданатын адамдар, тура сол сияқты сіздер де осы сабаққа келіп, қазір бір пайдалы нәрсені алып отырсыздар. Өте қуаныштымын. Бұл өздеріңізге жасаған инвестиция. Біреу жарты жолда шығар, біреу енді бастап жатқан шығар, біреу уже біраз жерге келіп қойған шығар деген сияқты. Сондықтан сіздердің өміріңізге оң әсер ететін бір ақпараттарды береміз деп ойлаймын. Сіздерден керек нәрсе ол тек қана осыны алып қолдану. Қолданбасаңыздар, бұл да бір жай ғана жақсы әңгіме болды, көрдік, тыңдадық, жақсы екен, білдік, деген сияқты әңгіме болып қалады. Сондықтан қолдану керек екенбіз бұны. Егер кез келген адамды шкаламен алып қарайтын болсақ та, мысалға 10 мен 100-дің арасында шкала бар деп ойлайық. Мысалға мен өзімді 50 деп санаймын да, осы ортасында. Мен өзімді 50 деп санағаннан кейін, 50 деп санау үшін мен не істеу керек? Менің ақшам, менің қоғамдағы положением, менің істеп жатқан ісім, менің денсаулығым, менің араласатын қыздарым, адамдарым, осының бәрі қосылған кезде примерно 50 деген балл шығады да. Мен өзіме сондай балл берген да, мысалға. Біреу 40 береді, біреу 20 береді, біреу 70 береді өзіне деген сияқты. Енді әркімнің өз туралы самооценкасы ғой. Енді мен мысалға өзіме 50 деген балды бердім. Мен енді өзіме 50 балдан жоғары немесе осы как минимум 50 балды қызды іздеймін да. Яғни өзіме сай қызды іздеймін. Мен 40-30 деген қыздарға қарау мүмкін, өзімнен төмен. Бірақ олармен мен бір семья құрам, олармен махаббат болып, бір сезім болып, керемет екеуміздің арамызда бірдеңе болады деген ой менде жоқ. Неге? Өйткені ол қыздарды мен пайдалану мүмкін, бір кездесуге или болмаса бір өзімнің тіршілігіме, жұмысыма пайдалану мүмкін ол қыздарды. 30 балдық жаңа 20 балдық қыздарды. Ал ол қыздар мені не істейді? Қатты жақсы көріп, маған сондай бір керемет болып қарайды. Неге? Өйткені менің балым олардан жоғары да. Мен олардан көп білем, мен олардан ақшам көп, мен олардан статусым көп деген сияқты да. Бұл балмен бөліп бір адамдарды төмен жоғарылату емес, жігіттер. Бұл жерде шынында да осылай, егер біз осылай трезво қарайтын болсақ, біз өз теңімізді табамыз және өз орнымызды білетін боламыз, және қайда өсу керек екенін де білетін боламыз. 50 балл болсам, мен как минимум өзіме 50 балл немесе 60 балдық қыздарды іздеймін. Мен бірақ 70-80 балдағы қыздарға мен никогда өзімді оларға рұқсат бере алмаймын да өз басыма, және ол қыздарға менің қолым жетуі қиын болады, өйткені ол жақтағы қыздар төменге түскісі келмейді да. Ол жақтағы өмір сүріп жатқан модельдер, мысалға, әншілер, бір блогерлер да, мысалға айтқанда, елдің алдында уже жүрген сондай, өзіне қатты қарайтын, денсаулығына, өміріне. Ол адамдар менің деңгейіме түспейді да, мысалға, 50-ге түспейді. Тура сол сияқты әдемі, керемет бір қызды көрген кезде, машинасы бар, бір байдың қызы болуы мүмкін, немесе өзі бір бизнес жасап, жағдайы жақсы қызды көрген кезде біз ойлауымыз мүмкін да, шынында да. Мына қыз деңгейі, менің деңгейім қандай, бұл қыздың деңгейі қандай деген сияқты. Бұл да бізге бір мотивация да. Негізі біз ана жоғарыдағы деңгейдегі адамдарды, жігіттерді, мысалы 70-80 балдық қыздарды көрген кезде біз ойлануымыз керек. Неге мен ол деңгейде емеспін? Неге мен 50 болып жүрмін? Неге мен 40 болып жүрмін деген сияқты. Бұл да бір дополнительный мотивация да, егер осы балдық шкаламен қарайтын болсақ. Сондықтан мен өзім 50 болғаннан кейін мен тек қана 50 как минимум или 60 қыздарды аламын. Бірақ өзімнен төмен қызды алмаймын. Өйткені өзімнен төмен қызды алғаннан кейін екеуміздің арамызда түсінбеушілік болады, екеуміздің әңгімеміз жараспай қалады. Екеуміздің общий интерестеріміз болмай қалады. Тура сол сияқты мен өзімнен жоғары 70-80 қызды мүмкін өтіріктен имитация жасап, бай болып көрініп, керемет болып манипуляциямен қызды қаратып алсам да, ол қызбен бәрібір біздің бақытты болып бір керемет семья болып кетуіміз екіталай нәрсе. Өйткені ол қыздың деңгейі мүлде басқа, ол қыздың әңгімесі, ол қыздың өмірі, ол қыздың өмір сүру деңгейі, көзқарасы басқа. Менің көзқарасым әлі оған жетпейді.
Жалпы қалай жігіттер, ақпарат пайдалы болды ма, пайда ала алдыңдар ма? Енді бір сендерге предложением бар. Егер дәл қазір төмендегі описаниеде көрсетілген WhatsApp нөмірге Қуанхан 1 деп промокод жіберетін болсаңдар, антикурсты жеңілдікпен ала аласыңдар. Ол қыздың деңгейі мүлде басқа, ол қыздың әңгімесі, ол қыздың өмірі, ол қыздың өмір сүру деңгейі, көзқарасы басқа. Менің көзқарасым әлі оған жетпейді. Қалай болғанда да. Сондықтан жігіттер, бұл ащы болса да шындық. Осындай нәрсе біздің өмірімізде бар. Бұл жерде енді қатты бір дінді айтып, жаңағыдай адамдарды өйстіп бөлмеңдер, бүйтпеңдер деп әңгімеге кіруге де болады, бірақ шындық осылай жігіттер. Қабылдау керек осын. Өзіңе де осылай тексеріп көрсең болады. Мен өзіме қандай бал беремін да, мысалға. Ол балды беру үшін де сен жан-жағыңа, айналаңа қарау керексің, кіммен араласып жүрсің, не тыңдап жүрсің, қандай жұмыс істеп жүрсің, қандай мысалға үйде тұрып жатсың деген сияқты, қандай көлікпен жүрсің, бар ма жоқ па деген сияқты. Осының бәрі саған осындай балды береді. Бұл сенің самооценкаңды түсіріп тастау үшін, немесе сен төмен балдық адам екенсің, сен жоғарыда екенсің деген нәрсе емес. Бұл өзіңе трезво қарау керексің да. Шынында да өзіңе осы балмен қарайтын болсаң, шынында да мен қандай адаммын, негізі қандай бола алам деген сияқты ойға келесің. 10 балдық жігіттер бар, мысалға, бар жоқ білінбейді да. Енді мектепте де болды, универде де көретін шығарсыздар, біреудің папкасына келеді, апарат, бар жоқ білінбейді да. Ол бар болса да, ол даже өліп қалса да, оны ешкім білмей қалады негізі. Бірақ та оның бар да, жоқ да білінбейді. А бар 70-80 балдық жігіттер бар да, мысалға. Олардың бар жоғы сразу білінеді да. Тура сол сияқты қыздарда да солай. Сосын бұл балмен санаған кезде енді қыздар көбінесе осы балда негізі жігіттерді қазір алдайды, бірақ қыздар көп алдайды осы балмен ше. Қалай алдайды? Мысалға көшеде бір қызды көрдік. Мен мысалға бір енді Астанада дос қызым бар, өте бір бойы ұзын, сондай бір модельный внешностьтағы қыз, сондай. Оның жігіттері де өте сондай үлкен бір 70-80 балдық жігіттермен жүреді. Вертолетпен жүреді, бір қарасаң жаңағы курортный зоналарда жүреді. Енді элитный қыз ғой енді сондай деп. Өзін солай көрсетеді, яғни балын көрсетеді. Бірақ оның трезвый балы, мен ол қызды білем, қайда өскенін, қайда тұратынын білем, қандай үйде тұратынын білем, киімді қалай алып жатқанын білем, қандай әңгіме айтатынын білем, екеуміз отырған кезде. Сондықтан мен ол қызға трезвый 50 балл берем да негізі. Оның барлық жағдайына қарап. Бірақ ол өзін көшеге шыққан кезде 50 балдық қыз не істейді? Как минимум 70-80 балл болып шығады да. Ол киінеді, сондай брендовый киімдерді алады, бетін жақсылап тұрып макияж жасайды. Сол кезде оны сырттан көрген жігіттер не істейді? Опа, мынау қыз как минимум жаңағы 70-80-ге шығып қалған қыз деп ойлайды да. Яғни оның бойы, бәрі фигурасы әдемі болғаннан кейін. Сосын оны 70-80 балдық жігіттер не істейді? Өзіне тартып, сол вертолетқа ұшырады, катермен қыдыртады, парашютқа шақырады, короче, сондай да. Бірақ ол қызды шын түрін білмейді ол жігіттер. Оның сыртқы әдемі бейнесін ғана көріп жүр. Енді осы жерде біздерде жігіттер алданамыз. Көп қыздарды солай көрген кезде, мынау қыз деген керемет қыз екен деп ойлаймыз. Сыртта. На самом деле оның шын балын көрдік бір қызды, мысалға ойлайық, 70 балды қызды көрдік та, ана қызға мен лайық емеспін, жоқ деп өзімізді жей берудің керегі жоқ. Керемет қызды көрген кезде, примерно 70 балды қызды көргенде не істеймін мен? Как минимум 30 балды алып тастаймын ол қыздан ше. 70 балды қызды көргенде 30 балл алсам, ол как минимум 40-50-дің қызы да негізі. Яғни менің қатарлы қыз. Сөйлессең де, онымен қыдырсаң да, онымен жүрсең де, ол сен қатарлы қыз негізі. Бірақ солай киініп, сондай бір түр жасап алып шыққан кезде сен ойлап қаласың, мынау бір королева екен деп ше. Яғни қыздар өте қатты осы жағынан алдайды. Қыздарға көп қазір косметика бар, жаңағы ерін үлкейтеді, жасатып алады, кірпік жасатып алады, денелерін үлкейтеді, кішірейтеді. Сондықтан қыздар қатты өзгереді бұл жағынан. Жігіттер де осылай қыздарды алдап түсіреді. Өтірік машинаны алып прокатқа алады, немесе ағасының көкесінің машинасын айдап келеді, әртүрлі достарының машинасын попросить етіп келеді. Сөйтіп бір имитация жасайды, что ол байдың баласы, или болмаса ол бір керемет бизнес жасап жүрген жігіт сияқты өзін сондай бір керемет балмен көрсетеді жігіттер. Фитнесқа қатысады, денесін жасайды, түрін жасайды, сосын қыздар сондай сол уровеньдағы үлкен 70-80-дегі қыздармен уровеньдегі қыздармен араласып, оларды өз пайдасына шешіп жататын да жігіттер бар. Бұларды альфонс дейді, пикапер дейді, әртүрлі сөздермен айтып жатады. Сондықтан бізге ондай алдап өйтіп сулаудың керек жоқ, оның бәрі арты ашылады. Сондықтан біз өзімізге адекватно, таза бал береміз қазір. Сол бал арқылы біз қай жаққа өсу керек екенімізді білеміз. Егер бір қызды көріп, мына қызға мен қолым жете қоймайды, қой деп жүрсең, ол саған мотивация болу керек. Ол бір 70 балдық қыз болса, сен не істеу керексің? 40 балда болсаң, сол 70-ке қарай талпыну керексің. Ол қыз үшін емес, жалпы сол уровеньдегі сондай қыздарды алғың келсе, сондай қыздармен сөйлескің келсе, қарым-қатынас болғың келсе, демек біз сол балды көтереміз, шкаланы көтереміз. Сондықтан жігіттер егер көшеде көрген қыздарды қарап, бәрі әдемі көшеде енді бәрі керемет болып шығады, боянып, сыланып, ең жақсысын киіп,
кафелерге, кофейняларда отқан кезде көресің да, мына қыздар керемет, маған қарай қоймас деп ойлайсың. Бірақ олардың как минимум 10-20 балын алып тастасаң, ол қарапайым ғана қыз болып шығады. Оның макияжын сүріп тастасаң, оның әдемі киімін шешіп тастасаң, ол қарапайым ғана бір қатарда қыз болып қалады. Сондықтан қыздың шынайы бейнесін көру үшін оның үйіне бару керек. Біз енді кез келген қыздың үйіне бара алмаймыз, бірақ сондай мүмкіндік болса, сен үйінен көрсең ол қызды, үйіндегі жағдайды көрсең, қандай үйде тұрады, не істейді деген сияқты. Сол жағдайларды көрсең, сен ол қыздың 20-30 балын алып тастайсың. Сондықтан көшедегі әдемі қызды көрген кезде біз не істейміз? 30 балл, как минимум 30 балды біз не істейміз? Алып тастау керекпіз, Так, балды айттық, түсіндірдік шкаламен, яғни өз-өзімізге немесе қыздарға осындай баға беріп, адекватно дейді ғой, трезв қарауға болады екен қыздарға, өзімізге де. Енді барлық қызға ұнайтын жігіттің формуласы деген енді тақырып солай болғаннан кейін, негізі барлық қызға ұнау мүмкін емес, айттық қой жаңағыдай. Яғни деңгейіне қарай әркім өз деңгейіндегі адамды өзіне тартады. Қай деңгейде болғың келсе, сол деңгейге қарай тартылу керекпіз. Мынандай нәрсе бар ғой, мысалға. Негізі кез келген қызға ұнауға болады. Жаңағы жоғары балдағы қыздарға да ұнауға болады, бірақ ол сенімен жүріп кетеді, жаңағыдай семья болып кетеді деген нәрсе емес, бірақ ол саған инстинкт түрінде дейді ғой, жаңағы қыздың табиғаты бар. Сонда бізде де инстинкт деген нәрсе бар ғой, материнский инстинкт деп айтады да. Мамасы баласын қандай күйде де қабылдайды, ол баласы үшін жанын бере салады деген нәрсе бар ғой. Тура сол сияқты бізде инстинкт деген нәрсе бар да. Яғни біз қызды, әдемі қызды көрген кезде біз онымен қосылғымыз келеді. По-любому, любой жігіт. Тура сол сияқты қыздар да әдемі өзіне ұнайтын жігітті көргенде, немесе оның тестостероны тасып тұрған, яғни бір самец дейді ғой, мықты ондай самецті көрген кезде не істейді? Қыздар қанша жоғары деңгейде болса да, анау животный ішіндегі инстинкт бәрібір ойнап кетеді де, қыздар ол жігітті қалап тұрады. Ол айтпайды, оны көрсетпеу мүмкін, бірақ іштей қалайды. Осы нәрсемен қыздарға ұнауға болады. Бұл қалай? Мысалға, туысқандардың арасында, бір достардың арасында, бір араласатын кругтың арасында міндетті түрде кемінде осындай бір адам болады. Өздеріңіз қазір осыдан кейін бақылап қарасаңыздар, ол енді тестостероны көп жігіт деген, ол по-любому ол кедей болмау керек, негізі материалдық жағдайы болады ол адамның. Материалдық жағдайы болмаса да ол будущем болады да. Тестостероны жоғары еркектің үстінен бір иіс шығады да. Бұл феромон деп айтады, ол әйелдерден де шығады, бірақ негізі еркектерде осы басым болады. Феромон деген нәрсе иіс қой, иіс адамның денесінен, яғни тер арқылы шығатын иіс та. Бұл иісті көп қыздар сезеді негізі. Особенно әйел адамдар, яғни үлкен жастағы қыздар, бір 40-қа, 50-30-ға келіп қалған қыздар өте қатты бұл иіске мән береді, сезеді. Мысалға, төрт-сипаты келіспеген, бір қарапайым ауылдан келген бір жігіттер болады да кейде қалаға. Ол қыздар мен де қатты сөйлесе алмайды, бірақ оның тестостероны көп та бойында, яғни энергия көп, ішінде тестостерон деген гормон көп, сол арқылы оның бір еркектік мінезі көрініп тұрады, қасиеті көрініп тұрады да. И сол арқылы қаланың бір фикса болып жүрген қыздары не істейді? Анау ауылдан келген жігітке көңіл ауып тұрады. Өйткені ана жігіттегі бар нәрсе басқа қаланың балаларында жоқ. Неге? Өйткені анау ауылда таза бір жұмыс істеп, таза бір природада өскен, әбден еңбекпен бойын таза ұстаған жігіт, оның бойында тестостерон гормоны толып тұр. Сондықтан ол гормоннан иіс шығып тұр да, феромон деген иіс шығады. Сондықтан ауылдың жігіттеріне де кейде қыздар, қаланың қыздары тартылып жатады. Ол білдірмеу мүмкін, бірақ сырттай құмартып, соған бір жақындап, сонымен бір араласқысы келіп жатады. Оны өз көзіммен көргем. Бұл енді барлық ауылдың жігітіне жүреді деген нәрсе емес, немесе сен тоққан ауылдан шықсаң ғана сондай болады деген нәрсе емес. Бұл қолдан жасалатын да нәрсе, гормонды көтеру арқылы, тестостеронды көтеру арқылы сенен осындай бір басқа адамдар қатты сезе бермейтін, бірақ белгілі адамдар сезетін бір феромон деген иіс шығады, особенно ол термен шығады. Мынау залдарға барсаң, мысалға күрес, бокс, жаңағы конкуренция залдар бар ғой, яғни екі адам жай ғана бір качалка емес, екі адам бір-бірімен күресіп атқан, борьба, конкуренция, жүгіріп атқан, жарысып атқан. Яғни еркектердің миссиясы ол бір несі, табиғаты тағы бір несі, конкуренция ғой, жарысу, бір-бірімен постоянно таласып атады, жарысып атады, конкуренция деген нәрсе. Еркек адам егер ондай конкуренцияда болмаса, ол бір сарынды жаңағы отыра беретін, бүйтіп қойып отыра беретін еркек болып қалады, яғни гормон өте төмен түсіп кетеді, тестостерон деген гормон. Тестостерон гормон көтеріледі қашан біз жарысқан кезде, конкуренция болған кезде, менікі, мен аламын, мен деген нәрсе басталған кезде да. Сондықтан осындай күресіп жатқанда залдарға барсаң өте тер, ана жерде бір иіс бар да, бір залға кірсең тердің иісі шығады да. Ол ер адамдарға қатты ұнау бермеуі мүмкін да. Мысалы, мен ол залға кірсем, фу, мына сасып кетті, оны терезені ашсаңдаршы деген нәрсе болуы мүмкін да. Бірақ әйел адамдар ол залға кірсе ойламайды, ол иісті ашыңдар, бүйтіңдер деп айтуы мүмкін, бірақ ол иіс әйел адамдарға қатты ұнайды. Өйткені ана жердегі тер, ана жердегі бір-бірімен алысып жатқан еркектерді көрген кезде ол не істейді? Автоматически оның инстинкті оянады да, ана жерде.
яғни ол қалайды ана еркектерді, понимаете, бәрін қаламаса да определенно бір еркекті ана іштен бір екеуін ол қалап тұрады да, әйел адам. Ол айтпайды, ол ана көрсетпейді, бірақ солай табиғат солай жаратқан, инстинкт. Ол мықты ер адамды по-любому любой әйел адам қалайды. 70 балдық әйел, 80 балдық әйелді әкеп қойсаң да ол залға, ана жердегі күрес жүрген бір жігітке қарап, оның бір ішінде сондай гормондар ойнап, оның бір нәпсі қозады да. Сондықтан бұл гормонды көтеру, тестостерон деген гормонды көтеру, тестостеронның вообще біздің денемізде өте артығымен болу, ол бізге өте жігіттерге, еркектерге өте керек. Өйткені туысқандардың, жаңа айттым, ол кругтың арасын қарасаң да бір жігіт болады кейде. Сол жігіт келген кезде басқа жігіттер үндемей қалады, сөйлемей қалады, тырысып қалады, жаңа кеткісі келіп қалады, өзін ана жігітті көре алмай қалады. Неге? Потому что анау жігіт барлық вниманиені алып қояды да кірген кезде. Бәрі соған қарайды, қыздар да соған қарайды, жігіттер де соған қарап қалады. Ол бір оратор болып кетеді, оратор болуы мүмкін, ол бір денесімен, ол бір жағдаймен, яғни қазақта айтады ғой, мысы басып тұр да, мысы басып тұрады да басқалардан. Басқа ол жігіт жоқ кезде ана жерде неше түрлі жігіттер айқайлап сөйлеп, анекдот айтып бір керемет болып отыруы мүмкін, мысалы бір вечерді алайық та. Бірақ именно сол жігіт или сондай жігіттер кіріп келген кезде не істейді, ана жерде тишина болады, анау басқалар өшеді. Яғни кім кірді? Альфа кірді да ол жерде. Альфа-самец кірді да ол жерде. Яғни жоғарғы рангтағы жігіт кірді да. Ол жоғарғы рангтағы жігіт міндетті түрде качок болу керек, ол міндетті түрде бай болу керек деген сөз емес. Оның денесінде тестостерон гормоны көп болды ма, ол определенно, ол болды уже, ол бай да болады, ол качок та болады, ол уже өзіне сенімді болады да. Яғни сол гормон арқылы оның түр-сипаты да өзгереді, оның жүрісі де, дауысы да, сөзі де, оның өзіне деген сенімділігі де өзгереді, ал оны басқалар сезеді. Оны көріп емес, оны сезеді басқалар. Содан кейін отношение өзгереді да, яғни жаңағы жерде шулап отқан жігіттер тынышталады. Нормально жігіт жоқ деп отқан қыздардың бәрі анау жігітке қарап талас басталады ана жерде, маған қара деген сияқты внимание үшін. Яғни любой жаңағы айтқандай қыздарды сындырып алатын жігіттің формуласы осы гормонды көтеруде. Бірінші тестостеронның көп болған сайын саған кәрі де, жас та, орыс та, қазақ та, басқа ұлттың да қыздары саған не істейді, тартыла бастайды. Өйткені сен ерекшеленіп тұрасың, сенің исің ерекшеленіп тұрады да бұл жерде. Ол гормонды қалай көтеру деген нәрсе, ол енді ең бірінші психикада, мына жерде ми. Яғни мен әке-шешеммен тұрған кезде менің ол тестостероным қатты көтерілмейді. Неге? Өйткені мен үйде бастық емеспін, мен альфа емеспін үйде. Менің үйде мен папам бар, мамам бар, мен үшін әңгіме шешетін. Мен өз үйімде, мен әке-шешеммен тұрған кезде қалай жүргім келсе солай жүріп, қай жерде жатқым келсе солай жатып, солай тұрып, мен яғни өз-өзіме би бола алмаймын. Өйткені менің әкем айталады, ей, тұр, жат, бүйт деген сияқты, бұл неғып жатсың, түске дейін ұйықтама, тұр, бүйт деген сияқты. Яғни менің мысымды басып тастайтын әкем бар, немесе анам бар да. Тура сол сияқты, егер осы яғни бұл психиканы айтып отырмын да, тура сол сияқты мен мысалы бір жұмыста істеймін, немесе бір достармен жүрем, сол жақта да бір менің мысымды басып тастайтын, ой, черт, ой, чмо деп мені басатын адамдар болатын болса, мен ол жерде де гормонды көтере алмаймын, мен гормон бұдан сайын түсіп кетуі мүмкін қайта. Сондықтан мен не істеймін, өзімнің мені сыйлайтын, мені бағалайтын, маған чорт, лох деп айтпайтын, мені қыздар былай ұрмайтын, менен қорқатын, былайша айтқанда. Осындай жағдайды бірінші миық арқылы осындай жағдай жасаймын да, яғни маған дұрыс қарым-қатынас жасаймын бірінші психика. Одан кейін спорт, ол жаңа күрес, бокс, жүзу, жарысу, секіру, осындай конкуренция. Одан кейін ол міндетті түрде ақшаның мәселесі. Ол ақша адамға жел береді, бәріміз білеміз ғой. Джипқа отырсақ, біз қандай болып өзгеріп қаламыз, қымбат машинаға отырсақ қалай өзгеріп қаламыз, арзан машинаға отырсақ қалай өзгеріп қаламыз деген сияқты. Сондықтан ақша дүние ол кім не қалай деп айтса да адамды өзгертеді. Яғни саған жел береді, саған гормонын көтереді, сенің статусыңды көтереді, сенің өзіңе деген самооценкаңды көтереді. Ол по-любому болу керек нәрсе. Еркек болғаннан кейін болу керек нәрсе. Сенің ақшаң болмаса, сен мамаңа ғана керексің деп айтады ғой, қазақша айтқанда. Бізді қандай күйімізбен қабылдайтын, ол біздің шынымен әке-шешеміз ғана. Қалғандарына сен по-любому ақшаң болу керек, сен танысың болу керек, сен денең болу керек, сен түрің болу керек, сенің қоғамдағы орның болу керек. Онсыз болмайды. Мен осындаймын, солай қабылдаңдар деген нәрсе, ол тек қана әке-шеше ғана жүреді қазір. Принимай меня так, как есть деп орысша бір психологтар айтып жатады. Бұл нәрсе қатты негізі жұмыс істемейді. Жалқау адамның несі да, бұл оправданиясы, өзін ақтап алу деген нәрсе. Мен осындаймын, мен осылай қабылдасын деп тұрып алады да. Адам үнемі по-любому өзгеру керек та. Сен мектепте қалған достарыңмен араласа бермейсің ғой, университетке барасың, университетте басқа адамдармен араласасың. Ол жердегі сен сол жағдайға байланысты сен өзгеру керексің. Одан кейін
жұмысқа кіресің, жұмыста да сен өзгеру керексің уже деген сияқты. Яғни отбасын құрғанда да өзгеру керексің сен белгілі дәрежеде. Сен бірдеңе үйренесің, сен білесің, сен ойың өзгереді, сен денең өзгереді. Сол сияқты адам үнемі өзгеріп отырмаса, мен осындаймын, осылай қабылдаңдар деген нәрсе болмайды екен жігіттер. Кез келген қызға ұнайтын жігіттің формуласы ол бірінші осы тестостерон гормонын көтеру. Бірінші психиканы жөндейміз, әке-шешемізден тұрсақ бөлек тұруға тырысу керек. Өз-өзімізге би болып, өз-өзіміздің айтқанымызды істетіп, өз-өзімізді бағалап, өзіміздің самооценкамызды көтеріп үйрену керек. Бірінші ол психика. Содан кейін бізге сырттан, бізге авторитет болған адамдар бізге мақтау айтатын болса, мысалы, Қуаныш, сен молодецсің деп, давай осы жолыңды тастама, спортты тастама, бүйт деп маған мен үшін авторитет болған адам айтатын болса, менің гормоным деген не істейді, атқылайды да мына жерде. Тура сол сияқты қыздар да келіп, ой, Қуаныш, сен красавчиксің, дұрыс нәрсе істеп жатсың, сен там денең күшті, сен там күшті көтересің, сен күшті күресесің, сен мына жұмысың маған қатты ұнайды, сен айтып жатқан нәрсең дұрыс деп маған қыздар келіп мақтаса, мен де гормоным не істейді, атылады да. Сондықтан осындай жағдайды біз өзімізге жасау керекпіз. Яғни гормонды көтеру үшін. Осы гормон көтерілген сайын, бізде успешность болған сайын, қыздармен де қарым-қатынас күшті, жұмыста да бізде бәрі күшті. Осы гормон көтеріледі, и соответственно бізде бәрі келе береді да, оңай келе береді. Өйткені мен жаңа айтып отқан кругта бір адам болады деп айттым ғой, жаңа бір жігіт мысалы кіріп келді, бәрі өзгеріп кетті деген сияқты. Қонақта да отырсаң, туған туыстармен де отырсаң не болады? Бір бай көкең кіріп келсе, не істейді? Бәрі аттырып орнынан тұрып кетіп, тыпырлап, жаңағы бәрі амандасып, орын беріп, орындар ауысып ән жазып, не істейді? Кішкене ажиотаж болып кетеді ғой. Ол көке өйткені көке да, ол өйткені ол жай ғана аға, бір аға емес, аға деп айтады оны, көке деп айтады оны, әке деп айтады айтқан кезде. Яғни оның абыройы бар, оның статусы бар, оның денсаулығы бар, гормоны мықты да. Оны біз де көтеріп тұрмыз, жаңа қонақтарда оған сондай бір внимание беріп тұрдық та, көке шығыңыз, отырыңыз деп ана жерде тыпырлап, бәрі амандасып кетіп жатыр да. Яғни ол уже самооценкасы көтеріліп жатыр, мені сыйлайды екен, мені бағалайды. Ол уже сондай отношенияны өзіне норма деп көреді да. Ал біреу кірсе, ассалаумағалейкум дейді, болды, біреу ана жерге барып, қай жерде бос орын бар, сол жерге отыра салады да. Көрдің бе? Ол жерде отношение уже вообще басқа. Енді сол сөйтіп үндемейге бір жерге отыра салған адам не гормоны көтеріліп, сол жерде деп бір күшті болып отырады дейсің бе? Ол уже сол отношениені өзіне қабылдады, болды. Ол соған көнді деген сөз. Оның гормоны уже сондай состояниеде тұр. Сондықтан біз қандай болғымыз келеді? Көке болып кірген кезде, аға болып, менің күйеуім келді дейтіндей жағдайда болу керекпіз бе? Жоқ. Келіп отыр дейтіндей жағдайда болу керекпіз бе? Сондықтан таңдау бізде. Сол үшін қазірден бастап біз осы тестостерон гормонын көтеруге тырысу керекпіз. Бұл деген қазір енді естіп алып, мен қоймай әке-шешемнен бөлек шығамын деп бір бунт жасап, өзінше бір жағдайыңды есептемей кетіп қалу деген нәрсе емес. Бұл шамаңа қарай бәрі орнымен болу керек та. Сондықтан қатты бір асығыс шешім қабылдап, болды енді деп бір осындай нәрсе естідім деп, оған бір қатты резкий движение жасаудың керегі жоқ.